Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі кезекті дәрісімізге қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен, жалпы осыған дейін сіздермен алдыңғы видеоларды көріп шықсаңыздар болады. Ислам әдебі кітабынан сіздермен Құранға қатысты әдеп тақырыбын өтіп жатқан болатынбыз. Осыған дейін айтып өттік. Жалпы әдеп бізге не үшін қажет, және де біздің қазіргі уақыттағы әдеп сөзін түсінуімізбен, яғни этика сөзімен ислам әдебінің қарастыратын мәселелері және ондағы айырмашылықтарды өткен видеода айтып өткен болатынмын. Қысқа ғана бас жағын көрсеңіздер болады, егер де толықтай әлі көрмеген болсаңыздар. Өткен видеоны мен сіздерге төменде жақта описанияда сіздерге қалдыратын боламын. Енді келесі біздің әдеп, бұл Құранға қатысты екінші әдеп. Құран аяттарына амал ету деп аталады. Жалпы Құран аяттарына амал ету дегеніміз бұл привет деп тұр. Бұл Құрандағы халал деген, яғни дұрыс деп бұйырған нәрсе бойынша жүру, дұрыс деп табу, сол нәрсені ұстану, ал бұрыс, яғни харам деген нәрседен тыйылу болып табылады. Яғни Құран аяттарына амал ету осы нәрседен құралады екен. Біз Құран аяттарына амал етуіміз үшін не істеуіміз керек? Бұның екі жолы бар. Бұл біріншісі Құранның арабшасымен қоса қазақша мағынасын, яғни аудармасын оқу біріншісі. Екінші жолы бұл бізде Құранның тәпсірін оқу болып табылады. Қазақша мағына аудармасы мен тәпсірдің айырмашылығын айтып өтейін. Екеуінің айырмашылығы, яғни жер мен көкте деп айтса да болады. Неге десеңіздер, аударма бұл араб тілін білетін адамның Құранның арабшасын жазылған күйінде қазақшаға мағынасын жаңағыдай ауыстырмай аудару болып табылады. Ал тәпсір бұл бізде Құрандағы сол жазылған әрбір сөздің, бір аяттың ішінде әрбір сөздің жеке тұрғандағы, ол сөз түбір болған кездегі, яғни сол сөзге жалғанған кезде қандай мағына беріп кетеді, осының барлығын қамти отырып, сонымен қатар сол бір сүредегі сол аят түскен уақытта қандай оқиға болды, яғни тарихқа да тоқталады тәпсірде, қандай оқиға болды, және де ол кезде адамдар қалай өмір сүріп жатты, соның барлығын қамтиды бізде тәпсір ғылымы. Бұл өте үлкен, сондай ауқымды ғылым деп айтсақ болады. Тәпсір, яғни өздеріңіз көріп тұрғандай, аударма мағынасын оқу бар, және де тәпсір оқу бар. Әрине, егер мүмкіндік болып жатса, Құранның тәпсірін оқыған өте жақсы. Бізде заңды сұрақ туындауы мүмкін, қандай кітап ұсынасыз деген сияқты сұрақтарыңызда туындауы мүмкін. Егер дәл қазір Құранның жаңағы тәпсірін оқып бастағыңыз келетін болса, қысқа сүрелерден бастаңыз деген болар едім. Қысқа сүрелер бұл бізде, яғни намаз сүрелері деп айтылады. Негізінде Құрандағы барлық сүрелер намазда оқылады ғой. Бірақ жаңағы өте жаттауға ыңғайлы, сондай кішігірім болғандықтан 30-шы параның соңғы сүрелері, мысалға Фәлах, Нас, Ықылас сүрелері деген сияқты. Осы сүрелердің жалпы 30-шы параның жаңағыдай қысқаша тәпсірі жазылған Мәңгі мұғжиза деген біздегі Мұхиддин Исаұлының жаңағы аударма емес, ол жерде тек қана аударма емес, сонымен қатар тәпсірін, яғни 30-шы парадағы сүрелердің тәпсірін оқып бастаңыздар деген болар едім. Ол жерде жаңағыдай өте сондай түсінікті жазылған, сонымен қатар тілі де барынша жеңіл деп айтуға болады, қабылдауға. Жалпы айтқым келгені осы, Құран аяттарына амал ету, сонымен қатар енді сөзіміз нақтырақ бола түсу үшін сіздерге осы Құран аяттарына амал ету тақырыбына қатысты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям
ұсынған, яғни бізге айтып өткен хадистерінен үзінді оқып берсем, жалпы қазір оқылатын хадис 3-4 беттен тұратын үлкен хадис болып табылады. Бұл хадисті Рияду Салихин деген үлкен жаңағы қазақ тіліне аударылған хадис жинағы кітап бар, Рияду Салихин. Сол жинақтан оқысаңыздар болады, толық нұсқасын, бірақ бұл жерде қысқа нұсқасы берілген, және де осы тақырыбымызға қатысты жерін ғана алған. Сол жерін сіздерге оқып берейін. Жалпы бұл жерде былай жаңағы Құран аяттарына амал ету деп айтып отырғанымыз тақырыпқа байланысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде былай деді: ол екеуі маған жүр деді. Мен олармен бірге жүрдім де, біраз уақыттан кейін жерде жатқан адамға жолықтық. Ол адамның үстінен қолында тас ұстаған бір адам сол таспен басын соғып жарды. Басын соғып жарды да, басқа тиіп шетке домалаған тасты ұрушы қайта алып келгенше, тас тиіп жарылған адамның басы баяғы қалпына қайта келіп үлгерді. Ал ұрушы қайтадан оның басынан ұрып, алғашқы істегенін қайталап жатты. Мен бұл кім деп сұрадым. Олар жүр деді. Біз ары қарай кеттік. Осы үлкен жаңағы 3-4 беттік хадистің жалғасы, және де бұл хадисте не жайлы айтылып жатыр, және де қандай адам жайлы айтылып жатыр, бұл жазаны жаңағы тартып жатқан адам жайлы төменде толықтырып кетеді. Сенің көзіңше басын жарған адам жайлы айтар болсақ, оған Алла Құран үйреткен, бірақ ол түнде оны оқымай ұйықтап, ал күндіз онымен амал етпеген. Ал енді оны осылайша қияметке дейін қинайды деп келеді хадис. Жаңа айтып өткенімдей, өте ұзын хадис, барлығын оқып отыруға уақыт тапшы болғандықтан Рияду Салихин кітабынан 1546 хадис тауып толықтай оқысаңыздар болады. Яғни бұл жерде көріп отырғанымыздай, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам екі адам кейпінде келген жаңағы періштелер болуы мүмкін, толық хадистің анықтамасын оқу керек. Екі адам жүр деді, және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам олардың артынан жүргендігін айтып жатыр. Бұл жердегі жаңағы бір адам екінші бір адамның бастан таспен ұрып, сол адамның басы жарылғандығы жайлы, және де таспен ұрушы тасты қайта алып келем дегенше, ол адамның басы қайтадан өз қалпына келіп, жаңағы оқиға қайталанып жатқандығы айтылып тұр. Және де бұл адам қандай адам, не себепті жазаланып жатыр деп сұраған кезде, бұл адам Аллах Тағала бұл адамға Құран үйреткен адам, және де бұл адам ол оқыған Құранына амал етпеген жаңағы адам деген жауап беріліп жатыр. Және де осылай бұл адам амал етпегені үшін оқыған Құран аяттарына бұл адам қияметке дейін дәл осылай жазаланатын болады деп айтқан екен бұл хадисте. Көріп отырғанымыздай, Құран аяттарына амал ету өте маңызды бір іс болып табылады. Сондықтан барынша осы амал етуге тырысайық, бірақ бір нәрседе айтып өтейін, Құран аяттарына амал ету керек екен деп, жаңағы айтып өткеніміздей, Құранның аударма мағынасын оқып, ол жердегі толықтай аяттың астарлы мағынадағы аяттар болуы мүмкін, ол аяттарды ашып қарамастан, толықтай түсінбей жатып, бұл жаңағы тікелей мағынада айтылған нәрсені тікелей мағынада түсініп алудан да аулақ болуымыз керек. Себебі бұл нәрседе дінімізде қайтарылған. Неге десеңіздер, Құранда кейбір аяттар келеді, ол аяттардың мағынасы тек қана Аллах Тағалаға ғана мәлім деп келеді, барлығымыз білетіндей. Сондықтан ол аяттардың мағынасын ашуға тырысып, немесе неге бұл аяттар Аллах Тағалаға ғана мәлім деген сияқты артық жаңағындай сұрақтар қойып мүмкін,
ол аяттарды түсінуге өз бетіңізше, ешқандай ұстаздың көмегінсіз өз бетіңізше түсінуге тырысудың өзі дұрыс емес болып табылады. Егер де сұрақтарыңыз туындаса, онда арнайы тапсырмаманы, мысалға мешіттегі ұстаздардан барып, имамдардан барып жол сілтеуін ұсынып сұрасаңыздар болады. Бірақ өз бетіңізше жаңағындай аударма мағынаны ғана оқып алып, сол жердегі айтылған нәрсені тікелей түсінудің де қажеті жоқ. Жалпы бүгінге өтетініміз осы. Сабақтарымыз пайдалы болып жатқан болса, сіздің Құран оқуыңызға, Құранға деген махаббатыңызға әсер етіп жатқан болса, сонымен қатар күнделікті бұл сабақтардан шынайы әсерленіп жатқан болсаңыз, міндетті түрде қолдау көрсетіп кетіңіз, комментарийға өз ойыңызбен бөлісіп кетіңіз, және де осы видео сабақ пайдалы болады деген өзіңіздің ең жақын адамыңызға бұл видеоны бөлісе отырыңыз. Сол кезде сіз бұл сабақтардың әрі қарай жалғасуына жасаған көмегіңіз болады. Бұл нәрсе тегін ғой, сондықтан өтініш жасап сол бөлісіп отырыңыздар, және де видео ұнап жатса лайк басып, комментарийге өз ойларыңызды бөлісіңіздер. Бүгінше сабағымыз осылай аяқталсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.